Алтын Орданың кезіндегі кәдімгі мемлекетті ислам дініне айналдырып, Өзбек ханды ислам дініне шақыратын 4 әулиенің біреуі Ұзын Атаның мазары. Мұның асты Зікірхана, ал қабірі үстінде. Қазір мен бұл мазардың иесінің тарихын айтып береміз. Әл-Қисса бұның баяны дейді, Бұхардағы медреседен басталады дейді. Бұхардың медресесінде дейді, осы қазақтың даласынан кеткен бір 4 ұлан барып оқыды дейді. Сөйтіп әбден оқып 4-еуі жетілді дейді. 4-еуінің аты біреуі Садыр ата, біреуі Сейд ата, біреуі Хасан ата дейді. Бұл кісіні енді біреуі Бадыр ата, мына Темірланда жатыр. Садыр атасы мына Созақ ауданындағы Бабатық шашта дейсіз. Енді біреуі Сейд атасы мына неде болу керек. Өзбекстанның жерінде қалып қойды дейді, Бұхараның маңайында. Бұл енді Хасан ата, Ұзын ата деп айта береді мұны қазақтар. Олай деп айтатыны енді бойы кем дегенде 2 метр болған, енді кейін қазақтар аңызбен үлкейтіп күшейтіп 4 метрге дейін жеткізіп қойған. Енді 2 метрдің өзі бізге енді аздық емес. Сол енді 4 жігіт енді шариғаты бар ма, ақидасы бар ма, тәпсірі бар ма, бәрін енді жаттап алған ғой 20 жасқа дейін. Соны отыр бір күн 4-еуі айтты дейді, Бұхарада бұл бөдене төбелестіріп күніге сол шайханада бір-бірімізбен айтысып тартысып отыра бергенде не түседі, одан мына көкірек көзін ашатын бір ұстазы табайықтағы мына көкіректің көзін ашайық, мына соқыр болып өлетін болдық қой. Енді о 4-еуін айдап шыққан нәрсе жаңағы о Құранның аяты дейді, адамдардың адасып сорлаған дейді. Басындағы көзінің емес, көкірегіндегі жүрек көзінің соқырлығынан болды дейді. Содан дейді 4-еуі осы жаңағы мойындарына дорбаларына асып алып келе жатса дейді, осы маңайда оңтүстікте Зеңгі баба деген атамыз сиыр бағып жүр екен дейді, әйелінің аты Әнуар екен дейді. Сол кісі енді түрі өте қара болғаннан кейін де Зәңгі деп, негір сияқты деп кекетіп мұқатып халық соның сыртынан ат қойып жүрген, ол кісі намыстанбай деп мақұл деп жүре береді. Соған 4 жігіт келсе, ассалаумағалейкум, не алған жансыңдар? Солай біз Бұхараны бітірген бір шатыр хатымыз бар, шетімізден жаңағы ғұламамыз. Не әбішіндер ғұлама болсаңдар? Бірақ біздің көкірек көзіміз ашылмады, сондай көкірек көзімізді ашатын бір рухани ұстаз болса, соның жетегінде жүрсек. Сонда Зеңгі дейді, бұлай батыс шығыс желдік түстіктің бәрін бүйтеп, танаумен иіскеп тұрды айтты, бауырлар, дәл қазір осы дүнияның мына 4 бұрышында менен артық ұстаз жоқ сендерге. Онда мен сиырымды бағып, мен қызметімді қылыңдар, содан кейін адам боласыңдар сендер деп айтты. Сонда шәкірттердің екеуі дейді, болса болар, енді бұның түрі нашар көрінгенмен енді ішкі дүниесін Құдай жасырыпты, біздің енді көкірек көзіміз соғыр, енді Құдайдың әдеті ғой, жаңағыдай қазынасын жасырып ұстайтын деп. Екеуі бірден ұстазға сол жерде бейіл болып қалды дейді. Сонда осы біздің Ұзын атамыз, осы Хасан ата іште күмән қылды дейді, мына өзі түрі келіспеген айдалада сиыр бағып жүр, бұл менің көкірек көзімді ашып не жарытады деп. Соны енді мейлі ғой енді жаңағы екеуі қалғаннан кейін қалған көрейікпен қалды дейді. Сөйтіп ана алдыңғы екеуінің дәрежесі тезірек өсіп, осындай көңіл көздері оянып дейді, іштеріне хикметтің сәулесі түсіп, сөздері бір бөтен болды дейді. Содан Хасан ата жылады дейді. Енді осылай жүре берем ба деп. Сон бір күні жаңағы Зеңгі бабаның әйеліне барып жылады дейді, осылай Әнуар апа айтсаңызшы енді қожайыныңызға, мен де бір қарауына алсын, мен құрдым ғой енді деп. Сонда айтты, сен таң намазының кезінде мына ұстаздың дәрет алуға шығады, сол кезде есіктің алдына бүк түсіп ал да, жатып ал, аяғына жабысып ал деп. Оны жіберме, несі көңіл күй саған ықылас ауғанша деп. Сонда Хасан ата дейді, құмандағы судың бәрін жылтып қойып дейді, сонда есіктің аузына отырып дейді, таң сақада жағы зікіріне ма, намазына ма, құлшылығына ма, Зеңгі баба тұрған кезінде сүрініп жығылай жазады дейді, сол көзіне аяғына жабысып, кешіріңіз менің кібірлігім деп айтты дейді. Содан енді кібірлігінен тыйылғаннан кейін бұл кісіге де ілім дар дейді, көкірек көзі ашылды дейді. 4-еуі кемеліне келген кезде Құдайдан бір аян келді дейді, 4-еуің барыңдар да Өзбек ханды дінге, исламға шақырыңдар деп айтты дейді. Содан не керек, 4-еуі Өзбек ханға барды дейді. Сонымен оны Өзбек ханды сол жердегі сиқыршылардың сиқырының бәрін быт-жытын шығарып сындырып, содан енді Өзбек ханды сол калимаға келтіріп мұсылман қылды дейді. Енді деректерде, құжаттарда Хасан атаны Алтын Орданың кезінде сондай бір қазылық жұмыспен айналысқан деп айтылады, анығын енді бір Құдай біледі. Енді бұл аңыздағы бір атам замандағы болған бір миф емес, басқа емес, афсана емес, нақты өмірде болған оқиға, тарихи тұлғалар, бірақ енді әлбетте бастарынан өткен оқиғаның анық-қанығын бір Құдай өзі біледі. Тек енді кейінгі ұрпақ мына біздің алдыңғы ағалар бізге бір есте әңгіме айтып қалдырмады деп ренжімесін деп аз кем әңгіме шығарып отырмыз әні.